Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Оқу мақсаттары. Сөйлемнің бірыңғай мүшелерін ажырату, тыныс белгілерін қою. Дескрипторы. Мәтіндегі негізді ойларды анықтауды, мәтіннен бірыңғай мүшелерді табуды үйренемін. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқаратын, бір ғана сұраққа жауап беріп, көбінесе бір тұлғада, бір сөз табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздер тобы. Сөйлемнің барлық мүшелері мысалы, сөйлемнің бірыңғай мүшелері бола алады. Еламан, Рай келді. Кім келді? Есбол, Еламан, Рай. Бірыңғай бастауыш. Тапқыр, адал, ақ ниет адамдардың алданбайсың, артынан ерте берсең. Қандай адамдардың? Тапқыр, адал, ақ ниет. Бірыңғай анықтауыш. Құланиек таңда шашырап шыққан күнді оған биік таулар көрсетпеді. Нені көрсетпеді? Таңды, күнді. Бірыңғай толықтауыш. Бет аузына адам тура қарай алмайтын қарашы бар. Орта бойлы, Есенейге Аға Сұлтан әрі таңдана, әрі қауіптене қарайтын еді. Аға Сұлтан қалай қарайтын еді? Әрі таңдана, әрі қауіптене. Бірыңғай пысықтауыш. Ат міндім, атан алдым, шекпен кидім. Жөнім жоқ сені мақтай сөйлемеске. Не істедім? Міндім, алдым, кидім. Бірыңғай баяндауыш. Бірыңғай мүшелер бір-бірімен ешбір жалғаулықсыз да, жалғаулықтар арқылы да байланысады. Бірыңғай мүшелерді ыңғайлас жалғаулықтар, талғаулы жалғаулықтар, қарсылықты жалғаулықтар, кезектес жалғаулықтар байланыстырады. Бірыңғай мүшелер өзара жалғаулықсыз байланысса, олардың арасына үтір қойылады. Мысалы, осының бәрін бір сұмдықпен, қулықпен істемейді. Сондай-ақ, жалғаулықшылау бірыңғай мүшенің әрқайсысымен қайталанып қолданылса да үтір қойылады. Мысалы, атын да, кісісін де болжай алмады. Бұл жердегі да, де шылаулары бірыңғай мүшелерден кейін қайталана келе отырып, үтір қойылып тұр. Бірақ деген шылау қарсы мәндес екі бірыңғай мүшені байланыстырады да, бірақ шылауының алдына үтір қойылады. Мысалы, ол батыр, бірақ қолбасы емес. Бірыңғай мүшелердің арасында қайталанбай келген мен, бен, пен және жалғаулықтар болғанда, және да, де, та, те, әрі, не, немесе, яки қайталанбай бір-ақ рет келгенде үтір қойылмайды. Мысалы, Олжабек пен Жамал қоңыр шоқыны бетке бастап тарта берді. Ашықта жарқын сөйлейтін сырлас адамдар екен. Бірыңғай мүшелер екеу болмай, одан да көп болып, олар жалғаулықсыз байланысып, тек соңғы екеуі ғана жалғаулық арқылы байланысса, жалғаулықсыз жерде үтір қойылады да, жалғаулық арқылы байланысқан жерде үтір қойылмайды. Мысалы, Бұқара, Ташкент, Түркістан және Жоңғар қалмақтары билеушісі Қалдан жерінің күнгей шығыс маңын қоныстанады. Бірыңғай мүшелі сөйлемдер. Күрделі ойды бірнеше сөйлемді сиыстырып білдірудің амалы. Оларды құрмалас сөйлемнің функциялас сыңары деп те атауға болады. Көп жағдайда сөйлемді бірыңғай мүшелі етіп құрау, немесе оны құрмалас етіп тарату сөйлеушінің сөйлеу мақсатына бағынышты болады. Мысалы, рас айтасыз. Бұл дүниеде бабадан не қалған, атадан не қалған. Бұл сөйлемді рас айтасыз. Бұл дүниеде бабадан, атадан не қалған деп құрауға болар еді. 27-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Өлеңнің негізгі ойын анықта, бірыңғай мүшелерді теріп жаз. Жақсы, жарайсыздар. Ендеше дұрыстығын тексеріп көрейік. Келесі 29-ші жаттығу. Жұмбақты шешіп, бірыңғай мүшелерді табу.
Жақсы, жарайсыздар, ендеше жауабын көрейік. Барлығы дұрыс орындалды деген ойдамын. Сабағымыз осымен аяқталды. Үй тапсырмасы 30-шы жаттығу.